Сәлем асылдарым. Бүгін біз осындай үй жағдайында суши дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады, әрі жеңіл. Міндетті түрде жасап көріңіздер, кеңес етемін. Видеоны толықтай көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал кеттік, бірге жасаймыз. Бізге ең алдымен панировочный сухари, нори және балық, крабовая палочка, қияр, рисовый уксус және рис для суши деген керек. Біздер күрішімізді ең алдымен суда пісіріп аламыз, бұқтырып жай отта. Жарты шай қасық тұз бен қантымызға 3 қасық уксусымызды құйып, күріштің үстіне құйып, араластырып аламыз жақсылап тұрып. Одан кейін мешогымыздың үстіне май жағып, нориімізді қойып, күрішімізді жаямыз. Асықпай, осы сәтте асықпай жайлап жайып шығамыз. Одан кейін творожный сырымызды осылай салып, кондитерский мешокпен қиярларымызды қойып, мен 2 түрлі начинкамен жасадым, біреуі крабпен, екіншісі балықпен. Начинка өз қалағаныңызша жасауға болады. Жайлап қана асықпай ораймыз. Осы сәтте мұқият болған дұрыс. Шет жағасын сулап жібереміз, жабысып кету үшін. Мінекей, осындай сушиіміз дайын болды. Ал екіншісіне мен балықпен жасадым. Күрішімізді жайлап жайып аламыз. Одан кейін творожный сырымызды дәл біріншісіндегідей қайталаймыз. Балығымызды қоямыз. Асықпай ораймыз. Осы сәтте асықпаған дұрыс, өйткені нориіміз жыртылып, икемге келмей кету мүмкін. Осындай жыртылып жабыспай тұрған жерлерін сулап жіберсеңіздер болады. Ал енді кілярына 3 жұмыртқа, 3 ас қасық ұн салып араластырып, сушиімізді былғаймызда, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Мінекей, осымен біздің сушиіміз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, әрі жеңіл, үй жағдайында дайындауға болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.